үш ақсақалдың үш адамның мойнындағы қасиет бүкіл қазақтың қоғамына үлгі болады. Алға салып бір-бірін сыйлаудың, құрдас болудың, сырлас болудың, дос болудың, ғылымды адал жасаудың үлкен белгілері дөңгелестік көз алдымызға. Біз соны көрместік. Сондықтан мен жаңағы үлкен ұлы ағаларымызды айтып жатқаным бекер емес. Өзінің ғылымында, өзінің білімінде, өзінің рухани кеңістігіміздегі орнын ешкімге бермейді деп биікке көтерген міне Қайқы Ғали Жалайриді кезіп бара жатқан жерден қазақ тарихында үлкен марғасқасын. Соны әкімшілігіміздің ағайын қатарларының аузын алып әкеп қазаққа қайтарып берген ерлігі қандай десеңізші. Одан кейінгі алаштың арыстары біреуі айтуға жарамай жатқан кезде біздің жарым маңдайына қарсы ағаларымыз ең алғаш Қашыдай ана біздің қазақтың үлкен қызы 13 жасында әкеле қалған кешегі халық жағының жаңағы істеген атын қайырмай жүріп өмір ғылым жасап келе жатқан осы әмиға сіздің мұғалім еншісі тиді. Алғашқы Ахмет Байтұрсыновтарды, Әлихандарды, Құдайберді Жақыптарды ең алғаш келелікпен айтқан бұл кісінің қандай да жазылған сөйлемдер бар еді. Құдайберген Жұбановтар бар. Алғашқы осы ең алғаш осылардың жаңағы айналымға қосылуға келуінде бірінші басын шадыға байлағандар тұрмай қалатындар. Абайды зерттеу, тілдің сөздің көркем жаратылысын зерттеу, біздің сыншыларымыз үйде жібесерге қалып жүр. Рәби абайдың қасында. Демек осы болмыс ұлтқа еңбек ету, ұлтқа еңбек сіңіру, ұлттың жаңағы мәртебесін көтеру дейтін биікті өзінің көрсетісінде Рәби абай бір адамдай жасады, иығына көтеріп сол салмақты атқарды. Мен әкеден 13 жасында қалдым, бірақ сол кезде дейді, Абай күндері жазбағанды өкілім деді. Әр нәрсе жазып жүрмей өткен. Қазір ғылымда жасаған нәрсе баршылар қайдан білейін. Бірақ мен сол әкелерімді қалған дүниесін жаңағы көз алдына қырғыштап кеткен көз алдына тұр. Соны мен тағасын күнде дейін жазып қою керек екен, соны жазбай жүрмін. Енді сол оралғым келеді деп жүресің. Өмірдің соңғы сәт сағаттарда аз ғана қалған уақытта айтқан өзінің бір қасиетті түрінде көзі жарыққа айналуға оралу, және ұлтта қайтадан махаббатына арнап отыру, кешегі қазір жүрген қазақтың ұлымызы жүректе Рәби абайдың асыл беріп отырған сағаттарға біз рахмет айтамыз. Шәкірттеріне рахмет, орындармен біз әлімізге рахмет айналайық. Бәріміздің бастарымызды жинап, бәріміздің басымызды осы жерде үлкен шаруалар сыртасында қиын тұстарда бізді сол жаңғырмай жолымызды алып келе жатырсыздар шәкірттер. Сондықтан апамыздың әруағы риза болсын. Алланың алдында, халықтың алдында, әруақтардың алдында адал ғұмыр кешкен алаш дейтін жұрттың, қазақ дейтін халықтың сондай риясыз адал еңбек еткен бір ұлы қызы бүгін алатамыз жатырмай ерекшелейді. Сондықтан жаңа жәннаттың төрінде болсын, қазақ халқында Рәби абайды ешкім